Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен қолжетімді заттардан дайындалатын өте дәмді брауни бәлішін дайындайтын боламыз. Ол үшін арнайы ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып салып аламыз және бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май қосып, қант сеуіп барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығының мөлшері видеоның описаниесінде жазылған. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, келесі бөлек ыдысқа ұн саламыз және соның үстінен какао ұнтағын саламыз. Мөлшері видеоның описаниесінде бар. Содан соң қопсытқыш және ванилин қосып, осы құрғақ массамызды жақсылап бір-бірімен араластырып алатын боламыз. Енді осы құрғақ массамызды аз мөлшерден жаңағы сұйық массамызға себе отырып, қою қамыр дайындайтын боламыз. Міне бізде дәл осындай қою қамыр пайда болады. Енді осы қамырымыздың үстіне ыстық сүт құйып, тағы да барлығын бір келкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің қою қамырымыз кішкене сәл сұйық қамырға айналды. Енді осыны арнайы формаға құйып салып шығамыз. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке салып 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскен соң дәл видеодағындай тіс шұққыштың көмегімен бисквитімізді осылай тесіп шығамыз. Енді бисквитімізға пропитка жасайтын боламыз. Ол үшін сүтті ысытып алып, осы бисквитіміздің үстіне құямыз. Жаңағы тесікшелер арқылы сүт бисквитімізге сіңіп, жұмсақ болып тұрады. Енді бисквиттің үстіне құятын шоколадты ганаш дайындаймын. Ол үшін сүт пен шоколадты араластырып, ыстық буда немесе қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Еріген шоколадымызды жаңағы бисквитіміздің үстіне тегістеп, брауниміздің бетіндегі шоколады кепкенше шамамен 30 минутқа тоңазытқышқа салып қойып, содан соң дәмін татып жей берсеңіз болады. Осымен біздің брауни бәлішіміз дайын. Ас болсын!